жуырда бір рилс үшін осындай шапка тоқыған болатын, бірақ бұл шапка сұранысқа ие болады деп мүлдем ойламаппын. Осы шапканың көпшілігі мастер-классын сұрауда. Алла бұйыртса мастер-класс жасап жатырмын, бірақ та қараңыздар, мынау қандай размер болды, я? Мынау басқа жіп. Бұл Дива, Ализа Дива жібінен тоқылды. Бұл өте жұқа болғандықтан осындай кішкентай размер шықты. Ал мына шапканы именно қандай жіптен тоқыдыңыз десеңіз, ол белорусская, сломенская жіп, бобинная, содан тоқылды, 5 қабат жіптен тоқылған. Бірақ енді өздеріңіз білесіздер, бұл енді ол жіптің именно шерсть жібінен тоқыдым, шерсть қосылған, я, жүн жіп, я. Оны енді жазда кие алмаймыз, сол себепті мен бұл тек қана бір видеоға арнап қана жасалғандықтан қолымда бар жіптен тоқи салдым. Қараңыздар, мен енді ылғида сіздермен осы шапканы әртүрлі жіптен тоқып көрсететін болам. Қай жіп келетінін бірге көрейік. Егер сізге де қызық болатын болса, менің парақшама тіркеле кетіңіз.